Barşanıza qayırlı күн. Biz saat tаңғы 5:30. Айсажанды күтіп алуға келдік аэропортқа. Қытайға келді. Гуанчжоуға. Жұмыс істеуге келдің ба? Брат, у меня травма. Че? Бағана посадкада 101 рет нені оқыдым ғой. Ана Аль-Фатиханы ше. Я же стресс. Ойлан сағынып артқа кеттік. Первый раз без нее полетел. Айсажан мөлдірдің кешірімін алу үшін шұғыл Гуанчжоу қаласына ұшты. Өйткені өзінің Аргеннің туған күнде істеген қылықтарын мөлдір кешіре алмайтынын әлеуметтік желіде бөліскен болатын. Бәрі осымен бітті деп. Қазір жүрміз балалармен. Не оятсыңдар? Мен де сендермен ахватымды көтеріп алайын дегем ғой. Не болды Айсажан айт? Бұл қыз менімен дым сөйлесіп жатқан жоқ, дым маған көңіл бөліп жатқан жоқ. Мені не істеп жатқан жоқ. Жақсы көріп жатқан жоқ. Моля олай ойламайды. Осындай мен сияқты жігіттен айырылып қалады да, потом өкінеді. Сен өкінесің потом не істейді? Жылайды. Ой, жыламаппын да. Айсажан. Мен жігіт үшін жыламаймын. Мен жылаймын онда. Мен Моля үшін жылаймын. Кадр бар ғой менің. Жүрегім ауырып, орнына келіп үлгермей жатыр, достар. Достар, телефондарыңыздың бірінші потоғы кетіп жатыр. Мына жақта подарок жүреді. Бисмилля деп жіберіп жатырмыз. Күнде жетіп қалады. Қандай чықылдармен подарок жүреді. Так, достар, жұмыстар өте көп. Бүгін қазір пижамаға кеше барған болатынбыз. Бүгін деп болған, кеше бардық. Қазір видеоларын салатын болам. Прям классный. Одан кейін екінші сұрақ. Аружан, зачем ты лезешь в их отношения? Ребята, я ни в коем случае не лезу ни в какие отношения. Просто енді Айсажан біздің досымыз болғаннан кейін күтіп ал дегенге, ол Қытайды білмейді ғой. Біз оны күтіп алмайды, ағада қалдырып кетпейміз. Күтіп алдық та отельге жайғастырдық. Ары қаратай не істейді, ол уже екі жастың өздерінің шешетін нәрселері. Сол, всем мира и добра. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі күндеріңіз қалай өтті? Эфир қалай болды жалпы сіздерге? Мен үшін бүгін кішкене ауырлау болды. Көрген болсаңыздар. Эфирден кейін шығып, кішкене тамақтанып, футбол ойнауға келдім. Футбол ойнап мен өз рахаттанамын негізі. Өз сабырлығымды футболдан аламын. Кезінде қатыстым, бүттім, сөйттім, бірақ бізден футболист шықпады өкінішке орай. Бірақ мен үшін футбол номер бір. Спортпен айналысу керек. Мына кішкентай балаларды көріп, менің жас кезім есіме түседі. Жалпы футбол ойнап тұрыңыздар, спортпен айналысыңыздар. Бүгін барлықтарыңызға бүгін Бека, жаным, Бека емес, мынау үшін ғой, уважение ше. Қалай бүгін ұтамыз ба? Настрой жақсы қарсы біздің балалар. Бірінші кей бал чекатыңды сбор. Анау Бека жынды негізші, киіп алғаның қарындашы. Базар жоқ. Астын көрсетші мынаны. Мынау. Жылайын деп тұр ғой қазір. Редакция қаяқтасында. Мынау Мауриньо тренер болып жүр ғой. Ондар уақыт жоқ бізде. Тез. Мен шапамен ойнай беремін сендерменше. Мынау қызық болып тұр маған. Барса фандар көрсет жылайтын сияқты маған. Бека, алдыңғы жыл қорқынышты ғой Барсалардың, Түсіне айналған форма ғой бұл. Барса дейміз ба, Боксалона дейміз ба? Мына кісі міне өмірде жоқ футбол киіп алған мысалы. Мынау, қарашы мынау. Мынау Диас емес, мынау үшін ғой енді. Көрдің сен, мен үшін. Мне понравилось.